Ассалаумағалейкум. Досым қалайсың? Не болды соншама? Қалайсың? Жағдай жақсы ма? Жақсы, амансың. Хабарласпайсың, іздемейсің. Жоқ әлде маған ренжіп жүрсің ба? Айбек, не үшін ренжимін саған? Онда неменеге хабарласпайсың? 10 жыл бірге оқыдық. Сол ойда талай бір пирожкиді бөліп жедік. Сыныптас деген ең жақын адамдар ғой бұл өмірде. Дұрыс айтасың, Айбек. Класстас деген ең жақын адамдар ғой. Бірақ енді сол күйбең тіршілік әйтеуір. Жұмыстан қол тимейді. Оның дұрыс енді. Жиі хабарласып, іздемеген екен, сырласпағаннан кейін. Өзің не жұмыс? Менде осы ма? Әзірше осы жұмыс. Кешке бір фирмаға барып көрішік болам сол жерде. Аяқ қол бітін. Жұмыс істеп жатыр әйтеуір. Үйде жатқанда не істейміз? Жарайсың досым. Екі аяғын аспанға көтеріп жатқанда да аз емес. Нәпақаңды адал еңбегіңмен тауып жүр екенсің. Былай істейік досым. Мен сені біздің компанияға жұмысқа шақырам. Президентке айтам, ол кісі маған жоқ демейді. Бізбен бірге жұмыс істейсің. Мен ол жақтан не істеймін, Айбек? Менде диплом жоқ, бір оқу оқымадым, бір мамандықтың иесі емеспін. Досым, сен ол жағынан уайымдама. Екі қолға бір күрек табылады. Жалақысы да жаман емес. Айтпақшы, біздің Жандос сол жерде жұмыс істейді. Көріп тұрасың ба оны? Көріп тұрам. Қысқасы, ертең таңертең офиске кел. Сол жерде жұмысқа президентпен сені таныстырам. Ал бүгін бізде отырыс бар. Жандос та болады. Жұмыстамын ғой, Айбек. Не істеймін ол жерге барғанда? Өздерің отыра берсеңдерші. Ой, көп сөйлемеші. Болды. Барасың дедім ба? Барасың. Жүр. Қайда жүрсіңдер, уақыт қарасаңдаршы. Не кептеліс өзің? Бейтін пробка ғой. Досым, Бекзат таныдың ба? Класстасты? Неге алып келдің бұны? Түсінбедім. Неге алып келдің деймін саған? Жейме сен? Айбек, білдей бір компанияның вице-президент емессің ба? Әлі күнге дейін сонда кіммен араласу керектігін білмейсің ба? Қайдағы бір көше сыпыратын дастарханға шақырған қалай кетті? Намыс қайда сенде? Айбек, айттым ғой мен. Тұра берейін, өздерің отыра беріңдер. Отыр. Бармайсың ешқайда. Жандос, сен көше сыпырушының қай жерің артық? Не, үш көзің, төрт құлағың бар ма не? Сен одан айырмашылығың астына қымбат көлік мініп, костюм шалбар киіп, кабинетте отырғаның ба? Таң сәріден тұрып, сенің жүретін көшенің тазалығына қарап, сенің тұратын қаланың тазалығына үлесін қосып жүрген адамдар сенен төмен ба не сонда? Есіңде болсын. Адамнан айырмашылығы ол оның ақылы. Ал сенің ақылыңның төмен екенін көрсетіп қойдың. Ақылды адам өзінің биіктігін ешқашан ақшамен, дүниемен өлшемейді. Дүние деген не ол? Ақша бүгін бар, ертең жоқ. Ал адамгершілік пен сыйластық ол мәңгілік. Олар түбінде кез келген нәрсені жеңіп шығады. Уақытша біткен дүниеге мастанып, айналаңа менсінбей қарайтын болсаң, көп ұзамай жалғыз қалатыныңды ұмытпа. Шынайы достық менмендік пен шіріген байлықтан әлде қайда қымбат әрі құнды екенін есіңнен шығарушы болма.